Қайырлы күн, құрметті көрермен. Бүгін спорт және эстетика бірлестігінің 10 күндік аясында ұрпақ ұлттық рухпен рухтанады спорттық ойындардың 3 түрінен жарыс өтпекші. Жарыс 2 кезеңнен тұрады. Ендеше толық ақпаратты тамашалайық. Бұл жарысқа аталған бірлестіктің мұғалімдері Мәлік Болатбекұлы мен Яқия Ұлан және Дилмар үйірмесі атсалысуда. Жарыс жеңімпаздарына Дилмар үйірмесінің атынан арнайы сыйлықтар беріледі. Бірінші кезең бойынша аталы сөз деп аталады және 4 топқа бөлініп, нақыл сөздерге, шешендік сөздерге талдау жасап, сұрақтарға жауап беруде. Жаңа ғана Аяла жарыстың асыл сөз бағыты бойынша өзінің топ жарғанын көрсетті. Аяла, осы сайыстан қандай әсер алдың, қандай пайдасы болды? Бұл сайыс меніңше өте керемет өтті. Мен бұл сайыста өзімнің білгеніммен басқаларға да бөлістім, басқалардың білгені туралы өзіме де алдым. Және бұл сайыста мен жылдамдықты, тапқырлықты үйрендім. Ал осы сөздерді көп жаттағанның пайдасы болды ма? Егер де аталы сөздерді көп жаттасаң, ол тек өзіңе ғана пайда емес, басқаларға да пайда. Білген, көргеніңді басқаларға айтпасаң, ол өзіңе білім болмайды. Сайыстың екінші кезеңі 5 тас, асық ату және тоғызқұмалақ ойындардан тұрады. Қазір балалар 5 тас ойынын ойнап жатыр. Мержан, жаңа ғана асық ойыннан жеңімпаз атаныпсың. Ал осы асық ойынның маңыздылығын, пайдасын білесің бе? Бұл асық ойыны қазақтың ұлттық ойыны. Асық ойынынан адам шапшаң болады және көзі қарағалығы артады. Сен жеңісіңмен құттықтаймын. Ал осы 5 тас ойынын сен қай жасыңнан бастап білесің, қалай үйрендің? Сәлеметсіз бе, мен 7-ші сыныптан бастап осы 5 асық, яғни 5 тас ойынына қатысып келемін. Бізде бұрынғы мектебімде қосымшалар, үйірмелер болатын. Сол үйірмелер арқылы біз ауданға шыққан болатынбыз. Яғни мұғаліміміз үйреткен болатын. Керемет. Ал осы ойынның пайдасын білесің бе? Әрине, бұл ұлттық ойын болғаннан кейін әр қазақ баласы, яғни әр қазақ қызы ойнауы керек деп ойлаймын. Пайдасы зор. Негізі қазақ болғаннан кейін білу артық етпейді. Бүгінгі жарыстан қандай ой түйдің? Бүгінгі жарыстан осы қазақ ұлттық ойындары әлі күнге дейін қазақ жадында сақталғаны мені қуантар жағдай. Себебі осындай бір ұлттық ойындарымыздың жойылып кетпеуі бір қуаныш деп білемін. Ары қарай осылай ойнай берген дұрыс деп санаймын. Рахмет.